Келер оқу жылында тағы 20 мың студент су жаңа жатақханамен қамтылады. Құрылыс жұмыстарын мемлекет бізге, ал біз мемлекетке көмектесейік деген қағиданы ұстанған ондаған отандық кәсіпкер жүргізіп жатыр. Сонымен студенттер үйі қай өңірлерде бой көтереді, ал игісті қолға алған кәсіпкерлерге қандай қолдау берілмек? Сюжеттен көрейік. Еліміздің әр өңірінде бой көтерген жатақханалар елбасының 5 әлеуметтік бастамасы аясында салынып жатыр. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру, жобаға операторлық ету, білім және ғылым министрлігінің қаржы орталығы акционерлік қоғамына жүктелген. Жоба аясында 2 жылдың өзінде 20 мыңға жуық студент жаңа жатақханадағы орындармен қамтылыпты. Салыстырмалы түрде алып қарайтын болсақ, 2010-2018 жылдардың арасында тек 8 мың орын енгізілген болатын. Биылғы жылғы меже 11 мың орынды енгізуді жоспарлап отырмыз. Сонда 2 жылда алып қосып қарағанда бұл орын 20 мыңнан асады. Осы жоба аясында, мысалы, биылғы жылы Еуразия ұлттық университетінің жаңа жатақхананың іргетасы қаланды. Бұл 2164 орынға арналған. Студенттер үйінің құрылысы еліміздің оңтүстігінде де қызу жүріп жатыр. Мұнда алдағы жылдың маусым-шілде айларында 400 орындық жатақхана іске қосылады деп жоспарланып отыр. Бұл қажеттілікті шешу үшін елбасының 3-ші әлеуметтік бастамасы бойынша Шартал жеке кәсіпкері 2 жатақхана салуда. Әрбір жатақхана 400 орыннан болады. Жалпы 800 орынға салынады. 2 алдын ала келісімшарт жасалған. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа сәйкес жатақхананың құрылысы толығымен аяқталған соң, кәсіпкерлердің жұмсаған қаржысын мемлекет 8 жылда қайтарады. Дәлірек, жыл сайын бір студент үшін кәсіпкерге 350 мың теңге көлемінде қаражат бөлінеді екен. Біз жатақхананың құрылысы толық аяқталғаннан кейін ғана осы инвесторлардың шығындарын өтеуді бастаймыз. Көріп отырған жатақхана 600 орынға арналған. Құрылыс аяқталғанда ол студенттердің орынмен толығымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қысқасы, жобаға қатысушы 3 тараптың ешқайсысы да ұтылмайды. Мемлекетке көмек, кәсіпкерлерге қолдау, ал студенттерге жайлы жағдай жасалады. Нұрай Құрақбай, Айбек Тынбаев, Татьяна Гах, Бас жаңалықтар.